Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен кафедегідей өте дәмді нағыз чизкейкті жасайтын боламыз. Каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті екі басты ингредиент бар. Табиғи ол осындай творожный сыр және де 33%-дан кем емес сливки қажет. Ең бірінші бізге керекті заттарды таразының көмегімен өлшеп дайындап аламыз. Бұл жерде бізде творожный сыр, қант, кукурузный крахмал, ұн, жұмыртқа және де сливки. Бұл жерде біз творожный сыр мен сливкиді 2 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып бөлме температурасына қоямыз. Ең бірінші біздің творожный сырдың үстіне қантымызды салып, миксердің баяу жылдамдығында басы біріккенше миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Содан соң жұмыртқамызды бір-бірден қоса отыра баяу жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Тағы да айта кетейін, қатты көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек жұмыртқа мен біздің массамыз араласса болғаны. Мінекей біз 3 жұмыртқамызды салып араластырдық. Енді жан-жағына шашырап кеткен біздің массамызды осылай лопатканың көмегімен бір жинап алып, соңғы жұмыртқамызды салып, тағы бір миксерлейміз. Барлығын миксерлеп болған соң үстіне біздің сливкимізді құямыз және де кукурузный крахмалымызды, сондай-ақ ұнды салып, тағы бір барлығын жақсылап миксерлейміз. Және ең соңынан тағы да лопатканың көмегімен жан-жағын бір жинап алып, тағы бір миксерлеп шығамыз. Сонымен біздің осындай сұйық болып тұрған массамыз дайын. Массамыз дайын болған соң бізге миксердің қажеті жоқ. Лопатканың көмегімен артық ауаларын осылай видеодағыдай шығаратын боламыз. Бізге 20 диаметрлі форма қажет болады. Егер сіздерде мен секілді форма болмаса, осындай кальцоның көмегімен жасасаңыздар болады. Шет-шетіне фольганы қойып, және міндетті түрде осылай шетіне ұзынша етіп пергаментный қағазды төсеуді ұмытпаңыздар. Енді жаңағы дайын болған массамызды осы біздің формамызға құйып, үстін бір тегіс етіп тегістеп аламыз. Пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Біздің чизкейк қызып тұрған 200-210 градуста 50 минут немесе 1 сағат аралығында пісіп шығады. Піскеннен соң беті осылай күйген секілді болып көрінеді. Ол қалыпты және де қатты көтеріліп тұрады. Осылай сілкігенде дірілдейді. Піскен чизкейкті бөлме температурасында әбден салқындатып алып барып формасынан шешесіздер. Содан соң кем дегенде 2 сағатқа тоңазытқышқа ұстайсыздар. Осымен біздің шайға арналған дәмі тіл үйіретін десертіміз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.